Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін біз Photoshop'та фонды қалай тез алып тастауға болады, соны үйренетін боламыз. Оның неше түрлі әдістері бар. Соның бірінші әдісі ол пиромен алып тастау. Яғни мына фон банкыны мысалға алсақ, аламыз да кесіп алып тастаймыз. П әрпін бассақ, пироден шығады міне біз. П әрпі. Ал кеттік, бастайық. Міне біз белгіледік. Енді біз оң жағын бассақ, выделить область басамыз. 0 пиксельде қала берсін. Ал кеттік. Выделять етті. Енді біз тек қана масканы басыламыз. Слойлар кірсеңіздер. Міне біздің фонымыз алынып кетті. Ол бірінші әдіс. Келесі әдіс. Ал енді келесі әдісті көрсетпей тұрып, лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерге келесі әдісті үйрететін боламын. Екінші әдіс бізде мына однотонный фонды, мысалы үстінде қыл, шаш бар фотолар болса, соны алып тастауды үйренетін боламыз. Оны әрине волшебный палочкамен былай алып тастауға болады. Екі рет фон слайға кіріп, замокты алып тастап, фон беріп, тексеріп көрсеңіздер, андай дефекттер бар, әппақ болып қырып қалып қалады, қылдардың барлығы көрініп қалады. Осының барлығын болмас үшін мен бір әдіс үйретейін. Екінші әдісі, мысалы былай, лассоға кіреміз. Былай кішкене группа выделять етіп алайық. Содан кейін выделение кіріп, выделение и масканы басамыз. Alt Ctrl R бізде шығып берді. Енді осы жерде біздің жер тәсілдер бар. Осы жерде арнайы шерстке бар, айналған не бар. Инструмент уточнить края деген. Шаш және қылғы бір сондай нәрселерді тез алып тастағанға арналған. Так, жақындатамыз, қараймыз. Кесті үлкейтеміз. Басамыз. Бірден айтып өтейін, кішкене осында шекараларында қатты кесті алмаған жөн. Өйткені көп жерлерін алып кету сол үшін аз-аздан бүйтіп алып отырасыздар. Мен осының барлығын тез көрсететін боламын. Мынау барлығы тазаланды. Енді осы жерде біз мына жерде төмен қарай түссеңіздер, оң жағында очистить цвет дейді, очистить цвета дейді. Осы жерді бассаңыздар, окейді бассаңыздар, міне сіздерге маска арқылы тазалап берді. Осыны тексеріп көру үшін міне тағы бір слой создавать етеміз. Және фон заливать етіп көрейік. Төмен түсірейік. Қарап отырсаңыздар, барлығы тазаланып шықты. Әрине сіздер асықпай отырып тазалауларыңызға болады. Мына жерде мен сіздерге общий тәсілін көрсетіп отырмын. Мына жерлердің барлығы. Бұл екінші әдіс. Енді үшінші әдісі бар. Ол былай. Үшінші әдіс бізде өзіңіз байқап отқанда жаңағындай однотонный фон емес, сложный, яғни қиын фон, өзінің фотофоны. Ол үшін біз неге кіреміз? Выделениеға кіреміз. Осыны выделить предметті басамыз. Ол бірден бізге керекті объектімізді белгілеп береді. Енді біз келесі әдіспен және қайтадан выделение кіреміз да. Выделение и маска Alt Ctrl R басамыз. Сол кезде жаңағындай әдіс шығып береді бізге. Яғни мына шерсть, уточнить краяны басамыз, жақындатамыз. Кестемізді күшейтіреміз. Және мына қараның барлығын тазалап аламыз. Өзімізге қаншалық
және мына жерде бір айтып кететін жайт, мысалы мына тасты да алып кетті ғой. Осы тасты да біз алып тастауымыз болады. Лассо ба, лассо. Жақын. Лассоны аламыз. Яғни керекті емес. Векторден артық. Маска жауап. Тек қана мына керекті объектімізді ғана тазалап береді. Қалғанын алып тастау. Мына жерде де тас қалған. Тастатып көрейік. Мына жерде кішкене точнее край. Кішкене қарайып қалыпты осы жерде алып. Ал енді алыстатып көрейік. Мерді очистить жағын басамыз тағы да. Окей. Міне, өздеріңіз байқап отқандай. Тағы бір фон беріп тексеріп көрейік. Градиентпен. Барлығы бізде белгіленіп тұр. Біз байқап отқандай, қылдардың барлығына, шаштар, жүндердің барлығы жеке-жеке белгілі шығып тұр. Төртінші әдіс бізде бірден алып тастау, яғни быстрое выделение, бірден белгілеп алып тастайтын инструмент бар. Бізде быстрое выделение дейді, төмен алып тастау болады. Волшебный палочканың екінші түрін басамыз. Мына жерде тағы да размерін көбейтіп отырамыз, кішірейтіп отырамыз. Мына жерге кірсеңіздер размерін жесткісін де белгілейді, мягкісін де барлық бүйтіп белгілеп аламыз. Мына жерде кішірейтеміз кесте, плюс 20 болады. Салып шығамыз. Егер жақындатып қарасақ, біз байқайсыздар. Мына жерлер белгіленбей қалды. Ондай кезде быстро выделение басамыз, плюс кішірейтеміз. Контурмен бүйтіп салып шығамыз. Жауырын жотасында да қалыпты. Қарап шығамыз. Қалып қалатын жағдай болып жатса, белгілеп алып тастауға. Кейін аяғы қалыпты. Бірден автоматын алып бересіздер. Аяғын тағым. Тағы. Бас. Бұл енді быстро выделение төртінші тәсілі. Енді осыны бірден алып тастау үшін альтты басып тұрамыз да масканы басамыз. Сол кезде бізде фондан алып тастайды. Көріп отырсыздар. Бұл төртінші әдісі. Енді бесінші әдісі ол мына жерде удалить фон деген бар, қазір көрсем. Свойствосына кіреміз. Екі рет замокты алып тастаймыз, көрдіңіздер. Және мына жерде бірден свойствосында удалить фон деген шығады. Басамыз. Ол бізге істейді, фонды алып тастайды, бірақ бұл жерде маска арқылы алып тастай алады. Мысалы біз алдыңғы айтап өткендей, мысалы фонды тағы да тексеріп. Мынандай қылдар болып жатса, екі рет басамыз. Жаңағындай убрать шерсті алып, бұл жерде де тазалап тастай аламыз. Әрине барлығы бізге. Анағұрлым тез болу үшін осы инструмент қолдануға болады. Бұл жерде шерсть, яғни қыл, шашты сияқтыларды белгілеп отырып, сондай нәрселерге арналған. Егер де ол тура, яғни бірдей, мысалы бір ровный нелер болса, предметтер болса, заттар болса, ол бізде тез алып тастайды. Осындай әдістермен тез фондарды тез алып тастауға болады екен. Бұл сабағымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабақ арасында ұнап жатса лайк басып отырыңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар.
және міндетті түрде келесі сабақ жібере алмаңыздар.